Менің тәпсірімда бұл. Армандап өліп қалған жаман екен негізі, ештеңе істемейді. Шынымен. Бір күні бір кісі банкет жасады ғой, туған күн. Нұрке, келші, ақшаң төлеймін деді ғой. Қанша ақша керек? Сенің ана әндерің керек болып жатыр деді. Іздедім ғой мен ана кісіні. Медеуге дейін жеттік қой. Медеуден ары қарай Шымбұлаққа дейін жеттік қой. Машина айқайлап кетті моторы. Деп жаным ашып кетті. Объемы аз машина еді. Шофыры жылап жатыр. Сөйтсек Шымбұлақтан ары төбеде қой анау. Жолды көрсең қотыр бар ғой. Сөйтіп ана төбеде бір екі үй тұр ғой. Ана үйді тауға жапсырып сағанда, ана үй қайтып тұр десе, бітіп тұр ғой ана үй. Мына жеріне ағаш тіреп қойғанда, ана бітіп тұр ғой ана үй. Мына жаққа тұруға қорқасың, ана үй. Мияқта жабысып тұр, мияққа ағаш қойып қойған. Мен айтамын да, келдім, мынандай үй бар еді ғой, қаланың ортасында. Сөйтіп ойлағам ғой, мен туған күн болып жатыр деп, ана жерде бір 30-40 адам, ойбай деп билеп кірсем, 2 адам отыр ғой, свеча жағып қойған. Вообще, ақшаң көп болса сондай болады екенсің ғой негізі. Кірдім да ана үйді құлап кетпесе екен дедім да, землетрясение болса бірінші құлайды анау. Тек қана астына ағаш тіреп қойған, бір аяғы аяқта, бір аяғы мияқта деген сөз. Тауға жабысқан. Жай ғана сүйеніп тұр анау ағашқа үй.